Зікірдің мән маңызы. Оқыған Айдар Қаракөзов. Зікір сөзі еске алу, еске түсіру, жадына сақтау және сезініп өмір сүру деген сөз. Ал діни термин ретінде зікір Алланы еске алу. Зікір ғибадат түрі және басқа ғибадаттардан да жоғары тұрады. Бір аятта Алланы үнемі жүрекпен, тілмен еске алу. Құлшылықтың ең үлкені, ең зоры Анкабут сүресі 45 аят делінген. Зікір деген кезде Алланы тек қана тасбихпен еске алу деп қабылдамау керек. Намаз оқу зікір, Құран оқу зікір, Аллаға дұға жасау зікір. Сондай-ақ Алланың ұлылығын ойлау, Аллаға құлдық ету туралы мәселелерді талқылау, кәміл құлшылыққа қол жеткізу үшін тафаккур ету, терең ойлану. Әрі осындай мәселелер айтылатын орынның бәрі зікір мәжлісі немесе зікір алқасы болып табылады. Өйткені бұларда зікір, тафаккур, ой жүгірту және шүкір етушілік бар. Алланы зікір ету біз үшін үлкен мәртебе. Біз зікір арқылы нығметке бөленеміз. Бәле жаладан құтыламыз. Алланы еске алу жан дүниенің қуат көзі, жүректің азығы, өмірдің өзегі, көңілдің тыныс тіршілігі. Біз зікірге мұқтажбыз. Өйткені зікірсіз өмірдің мәні болмайды. Алла елшісі қандайда бір қауым Алланы зікір ететін болса, оларды періштелер қанаттарымен қоршап алады. Олар мейірімге бөленеді. Оларға тыныштық түседі. Алла оларды өзінің дәргейіндегі періштелердің алдында еске алады деп айтады Мүслім.